Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін біз көркем жазу сабағымыздың 3-ші бөлімін, яғни 3-ші сабақты бастаймыз. Бүгін М әрпінің кішкентай әріпін жазып, соны қалай жазу керектігінің ерекшеліктерімен танысатын боламыз. М әрпін мына торкөздерді пайдалана отырып жазамыз, және де қолын созамыз. Келесі әріптермен байланысу үшін қолын созып осылай жазуымыз қажет. Дәптердің сызығын тиімді пайдаланған кезде біздің әріптеріміз өте әдемі шығатын болады. Балаларға үйреткен кезде де мұқият жай жазса да әдемі көркем жазуына мән береміз. Келесі әріпіміз П әрпін жазатын боламыз. Ол үшін мынау сызықтарды пайдаланамыз. Тіке сызып, одан кейінгі ирек сызық сызып, бұның да қолын созып, әдемі етіп жазамыз. Сөзді жазған кезде әріптер бір-бірімен үйлесімді байланысып тұру қажет. Осылай сызықтың соңына дейін П әрпін жалғастырып жазамыз. Осылай П әрпінің кішкентайын жолдың соңына дейін жазып шығамыз. Өте мұқият жазуымыз қажет, өйткені әріптерді көркем жазып үйренуіміз қажет. Келесі бізде С әрпі, С әрпінің кішкентайы. Бұл жерде де мына С әрпінің қолын созып жазамыз. Әріптермен әдемі байланысу үшін. Бұл әдіс бізде 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптардың балаларына арналған, яғни барлық әріптерді танитын 1-ші сыныптың оқушыларына да жазуына болады. Бұл дәптерді біз не үшін пайдаланып жатырмыз? Балалардың каллиграфиясын жөндеу үшін. Енді осы жазған әріптерді М, П, С әріптерін тізбектей бірінен кейін бірін жазатын боламыз. Бұл баланың есте сақтау қабілетінің де жақсаруына көмегін тигізеді. Өйткені бір әріпті тізбектеп жазып кете беру оңай, ал бірден 2-ге ауысып, мысалы М, П, С рет-ретімен солай жазып отыруымыз қажет. Міне бүгінгі сабағымызда өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.